Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы желілік операциялық жүйелер. Желілік операциялық жүйелер. Желілік және таратылған операциялық жүйелер. Желілік операциялық жүйе түрлері. Желілік операциялық жүйелерге қолданылатын талаптар. Желілік операциялық жүйе пайдаланушыға желінің бір компьютерінен басқасына файлдар көшіруге, желінің бір компьютерінен басқасында орналасқан деректерді өңдеуге, ал кейбір жағдайларда басқа компьютер жадында орналасқан программаны қосуға мүмкіндік береді. Түрлі стандартты желілік құрылғылық қолдау. RZENT, Noken Ring, ARSNet, FiDDD. Желіні басқару стандартын қолдау. Түрлі стандарттарды желілік құрылғылық қолдау. RZENT, Noken Ring, ARSNet, FiDDD. Желіні басқару стандарттарын қолдау. Операциялық жүйені кластарға бөлу. Операциялық жүйені кластарға бөлу параметрлері. Бір мезгілде орындайтын міндеттер саны бойынша, компьютерде бір мезгілде жұмыс істейтін пайдаланушылар саны бойынша, интерфейс, яғни пайдаланушының компьютермен қатынас жасау тәсілі бойынша. Бір міндетті, көп міндетті. Бір адам пайдаланатын, көп адам пайдаланатын. Командалық интерфейс, графикалық, көп терезелі интерфейс. Windows NT 2000 операциялық жүйесі. Windows NT 32 разрядта алғашында 1993 жылы, одан соң 1998 жылы жарыққа шыққан бірінші версиясы болып табылады. Бұл жүйе жоғары сенім және тұрақты болып тек жұмыс жасауға арналған болатын. Сол себептен Windows NT-де түрлі қателіктер аз кездеседі. Бұның себебі NT OS 2 сияқты барлық программаларын басқаруын қадағалап отырады. Windows 3.1.95.98 ME жүйелерінде әрбір іске қосылған программа өзін басты санап және жедел жадта кез келген орынға ие болу үшін күресті. Сол себептен операциялық жүйенің қызметі нашарлады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.